Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, әріптестер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы әліпбиге рахмет, яғни әліпбимен қоштасу, бірінші сыныптарға арналған әліпби кітабын аяқтағаннан кейінгі өткізілетін іс-шара туралы болмақ. Бүгінгі менің сабағым үлкен мерекелік іс-шара немесе концерттік бағдарлама түрінде емес, сыныпта оқушылармен бірге әліпби кітабын аяқтағаннан кейінгі бекіту, қорытындылау түрінде өткізілетін тәрбие сағаты немесе сыныптан тыс сабақ ретінде өткізуге болады және солай жоспарлап отырмын. Әліпбиге рахмет сабағының мақсаты әліпби кезеңі бойынша алған білімдерін қайталау, бекіту, тиянақтау сабағы, оқу тілін дамытып, сөздік қорын молайту, өз отанын сүюге, қорғауға тәрбиелеу, ұлттық құндылықтарды насихаттау, дәріптеу болып табылады. Сабақ барысында жарыс, сайыс сабақ түрінде өтеді. Балалар топта жұмыс жасайтын болады. Толықтай өткенді қайталайды және де ұлттық құндылықтар насихатталады. Сабағымызды бастамас бұрын жақсы көңіл күйді көтеретін, психологиялық ахуалды, жақсы атмосфераны құратын «Біз қандаймыз» деген өлең шумақтарымен сабағымызды бастаймыз. Келесі видеода көріп таныссаңыздар болады. Біз қандаймыз? Біз бәріміз қандаймыз? Сабағымызды бастағаннан кейін әрбір топтың атауын беру үшін немесе оқушыларды топқа бөлу үшін мен мынандай киіз үйді пайдаланамын. Киіз үйдің ішіне әртүрлі ою өрнектерді беру арқылы оқушыларды топқа бөлемін. Бірінші топ ол бізде өздеріңіз білетін қошқар мүйіз тобы болады. Екінші топ түйе табан тобы. Үшінші топ бізде құс қанаты тобы. Төртінші тобымыз сынық мүйіз атты оюлармен осылай 4 топқа бөліп аламын оқушыларды. Бұл жерде ою өрнекті пайдаланудың өзінің бір себебі бар. Себебі пәнаралық байланыс, яғни еңбек пәнінде біз бұғанға дейін ою өрнектерді өткен болатынбыз. Сонымен қатар ұлттық ою өрнектерімізді дәріптеу болып табылады. Бірінші біздің топтық тапсырма бір айналым деп аталады. Неге бір айналым деп аталуының себебі балалар 360 градуста, яғни 4 топқа бөлінген өз топтарынан бастап барлық топтарға жеке-жеке бара отырып тапсырмаларды орындайтын болады. Бірінші топтың тапсырмасы бұл жерде мына берілген сурет бойынша кез келген бір сөзді алып буынға бөлу. Екінші топтың тапсырмасы осы суреттің ішінен басқа сөзді алып, ол сөзді дауысты дауыссыз дыбыстарға ажырату. Үшінші топтың тапсырмасы бұл жерде кез келген тағы да бір сөзді алып, сол сөздің ішіндегі әріптерді пайдалана отырып жаңа сөздер тудыру. Төртіншісі бізде осы суретті пайдалана отырып хабарлы, лепті және сұраулы сөйлем құрастыру. Кез келгеніне біреу құрастырады. Бұл жерде қалай жүзеге асады? Бірінші топтың оқушылары өздерінің тапсырмаларын орындап болғаннан кейін айнала отырып екінші топтың тапсырмасына барады. Екінші топты тапсырмасын аяқтағаннан кейін үшінші топқа, үшінші топты аяқтағаннан кейін төртінші топқа, яғни сағат тілі бойынша топтар өздерінің тапсырмаларын орындап болғаннан кейін келесі топқа барып орындайды. Яғни әр топ барлық тапсырманы жеке орындайды. Сонымен қатар оқушылардың топтардың қолдарында өздерінің арнайы жүру талоны дейміз, немесе жүруге бағытталған жәнегі парақтары, қағаздары болады. Сол қағазға жұмыстарын жазып отырады. Келесі біздің топтық тапсырма ол бір әріпке екі сөз деп аталады. Оқушылардың соңғы кезде өткен қосарлы дыбыстары, яғни басқа тілден енген әріптеріне байланысты бір әріпке екі сөзден берілетін кесте. Бұл кестенің ішінен оқушылар барлық сөздерді тауып, белгілеп шығу керек. Әр топқа осындай тапсырма беріледі. Келесі топтық тапсырма орындалғаннан кейін оқушыларға хормен әліппе әнін орындатамын. Және де сабақтың соңында мынандай ребус
шешуге беремін. Бұл ребустың шешімі бойынша ана тілі деген сөз шығады. Оқушыларға әліпби пәнін аяқтап, ендігіде біз ана тіл пәніне көшетіндігімізді айтып, оқулықпен таныстырып өтемін. Каналға жазыла отырыңыздар. Алдағы уақытта түрлі сабақтар, іс-шараларға байланысты әртүрлі видеолар жарияланады.